Al-Muhtasar, qısqartılgan. Бұл китеп аз ғана хадисті өзіне қамтыған китеп. Дүниеде пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның китептері көп, хадистері көп, сахих хадистері көп. Бірақ ошондан имам Бухари рахматуллаху алейхи қысқартып, мұхтасар қылып, мұхтасар деген қысқартылып алып келдім дейді. Бардық хадистерді, бардық эле сахих хадистерді бұл жерге алып келу мүмкін емес, себебі хадис көп. Ошон үчүн бул жерге мухтасар деп кыскартып алып келдим дейт. Min umuri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, пайгамбарыбыздын иштеринен, амалдарынан, сөзү бар, амалы бар, фи'ли бар, кылган иштери бар жана башкалары. Wa sunanihi wa ayyamihi, кылган сүннөт амалдары жана өткөргөн күндөрүнөн дагы кабарлар мына ушул китепте келет. Мына ушинтип İmam Bukhari rahmatullah aleyhi özünün kitabın El-Cami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sunanihi ve ayyamihi dep at koyuptur. Biroq akırkı mezgillerde adamlarımız uzunrak nerseni jattagandan erinip ne Sahih Bukhari de öyle koyduk ha. Sahih Bukhari. Dünyoga бұл китеп не Ас-Сахих Бухари деп қана белгілі болды. Себебі себептен біз атына ушунчалык токтолуп атабыз, себебі атынан заты билинет. Біз ошол атын билсек, демек бұл китепте эмне хадистер бар экендиги бизге баяндалынат. Эми бұл китептин аты ушундай дедик. Буга эмне далилибиз бар? Эмне далилибиз бар? Далилибиз бар десе, алымдар ошол китептеринде eski İmam Bukhari rahmatullah aleyhinin kol жазмаларын қарап шығып, ошол кол жазмасында ушундай деп ат койгон экен деп бизге баяндап берет.